Бірінші есеп 6-дан 2 қосылған 5-тен 2. Бірінші біз 6-ға да 5-ке де бөлінетін санды іздейміз. Ол қандай сан? Яғни ең кіші орта есептелу керек. Егер сіз бірден таба алсаңыз, бірден жазсаңыз да болады. Мен сізге кішкене басында жеңілірек болсын түсіндіріп отырмын. 6-ны 2 көреміз 3, 3 көреміз 1. 5, 5 көреміз 1. Екеуінде қайталанды санды іздейміз. Ондай санда жоқ. Сол себепті қалып қалған сандар іздейміз. Ол 2, 3 және 5. 2-ні 3 көйтсек 6, 6-ны 5 көйтсек 30. Сонда бұл екі санға да бөлінетін ең кіші сан ол 30. Мына жерге 30 жазып қоямыз. Бөлшекті саламыз. Қосу дейміз, себебі мына жерде қосу. Қайтадан 30 жазып қоямыз. Енді 30-ды 6-ға бөлеміз. 5 болады. Мына шекесіне 5 деп қоямыз. 30-ды 5 көреміз, 6 болады. Шекесіне 6 деп қоямыз. 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10. 6-ны 2-ге көбейтеміз, 12. Енді қосуымызға болады. Басында бізде 6, 5 болып бөлімдер әртүрлі болғандықтан біз қоса алмадық, ең кіші орта есептікке жүгіндік. Ал мына жерде екеуі де бірдей болғандықтан 1,30 жазып қоямыз. 10-ға 12-ні қосамыз. Болады 22. Енді 30-дан 22-ге бөлшек шықты. Бұл бізде 2-ге қысқарады. 22-ні 2 бөлсек 11, 32 бөлсек 15. Жауап болады 15-тен 11. Ал бұл бізде Б жауабында орналасқан. Екінші есеп 2,2-ден 1 қосылған 1,3-тен 2. Алдымен біз бөлімдерін назар аударамыз. 2, 3. Екеуі де екі түрлі. Бізге де 2-ге де 3-ге де бөлінетін санды іздеу керек. Ол қандай сан? Ол әрине 6. 2,6 қосылған 1,6 деп қоямыз. Мына 6 2-ге де бөлінеді, 6 3-ге де бөлінеді. Және бұл ең кішісі. Мысалы 12 деген санда 2-ге 3-ге бөлінеді, бірақ ол ең кішісі емес. Бізге ең кішісі керек. Сол себепті ол 6. Негізі осындай сандардың ең кіші орта есептігін уже жаттап алу керекпіз. Біз 6-шы класпыз. 6-ны 2-ге бөлеміз, 3, шекесіне 3 деп қоямыз. 6-ны 3-ге бөлеміз, 2, шекесіне 2 деп қоямыз. 3-ті 1-ге көйтеміз, 3. Мына жерге жазамыз. 2-ні 2-ге көйтеміз, 4. Мына жерге жазамыз. Енді қосуымызға болады. Себебі бөлшектің бөліміндегі сандар бірдей. 2 бүтінге 1 бүтінді болсақ 3 бүтін, 6 тұра береді. 3-ке 4 болсақ 7. 3 бүтін 6-тан 7 шықты. Енді қараңыз. Мына жерде 7 көп болып кетті. Сондықтан 7-ден мына бөліміндегі 1 6-ны азайтамыз. 7-ден 6-ны азайтсақ 1 қалады. 6 тұра береді. Мынадан 1 бүтін, яғни 7-ден 6-ны алып тастағандықтан 3-ке 1 бүтінді қосамыз. Яғни бұл 4 бүтін болады. 3 бүтін 6-тан 7 мен 4 бүтін 6-тан 1 деген екеуі де бірдей сан. Екеуі де бір сан болады қарасақ. Енді қараңызшы, мысалы 6 деген сан тұра берсін. Екеуіне бұрыс бөлшекке айналдырып көрейік. 3-ті 6-ға көтсек 18, 18-ге 7 болсақ 25. 6 тұра берсін. 6-ны 4-ке көтсек 24, 24-ке 1 болсақ 25. Яғни 6-дан 25, 6-дан 25. Екеуі де бірдей шықты. Екеуі екі түрлі формула жазып тұр, бірақ мағынасы бірдей. Сонымен жауапты қарасақ, 4,6-тан 1 А жауабында орналасқан. Үшінші есеп 1,7-ден 2 қосылған 2,6-тан 5, қосылған 3,7-ден 5, қосылған 1,6-тан 1. Негізі мына 7-ге де 6-ға да 7-ге де 6-ға да бөлінетін ең кіші сан табуымызға болады. Бірақ мен кішкене өзгешелеу шығарғым келіп тұр. Мысалға, бірінші бөлімінде 7 бар сандарды өзара қосып алғым келіп тұр. Бірінші амал 1,7-ден 2 қосылған 3,7-ден 5. Екеуінде бөлім бірдей болғандықтан 7 тұра береді. 1,3-ге 3 бүтін болсақ 4 бүтін болады. 2-ге 5 болсақ 7 болады. Не шықты? 4,7-ден 7 шықты. 7-ні 7-ге бөлсек 1, оған 4 болсақ 5 бүтін болады. Екінші амал 2,6-тан 5-ке қосамыз 1,6-тан 1-ді. Екеуінде бөлім 6, 6 тұра береді. 2,1-ге 1 бүтін болсақ 3 бүтін болады. 5-ке 1 болсақ 6 болады. 3 бүтін 6-дан 6 шықты. Яғни 6-ны 6-ға бөлсек 1, 1-ге 3 болсақ 4 бүтін болады. Енді екі амалдан шыққан сандарды өзара қосамыз. Ол бізде үшінші амал 5 қосылған 4 тең болады 9. Ал 9 бізде С жауабында орналасқан. Төртінші есеп бізде осындай амалдар берілген. Бірінші, жақшалардың ішінде орналасқан ең кішкентай жақшадан бастаймыз. Мына жерде жай жақша, одан кейін тік жақша, одан кейін фигуралы жақша орналасқан. Бірінші амал 2,5-тен 1-ден азайтамыз 1,6-дан 5-ті. 5-ке де 6-ға да бөлінетін сан ол 30. 2,30-дан азайту 1,30-дан деп қоямыз. Енді 30-ды 5-ке бөлсек 6, 30-ды 6-ға бөлсек 5. 6-ны 1-ге бөлсек 6, 5-ті 5-ке бөлсек 25. Енді қараңыз,
6'dan 25 azaytılmaydı. Сол себептен біз 2,30'dan 6'ны өзгертеміз. Яғни 1,30'dan 36 дейміз. Мына жерден 1,6'ды алып тастаймыз. Сәйкенше мына 30'ды бөліміндегі алымына қосамыз. Міне 36. Азайту 1,30'dan 25. Енді 1,1'ден 1,1 ұрсақ 0,1 ештеңе қалмайды. Бөлімінде 30 тұра береді. 36'dan 25 ұрсақ 11 бар. Яғни бірінші амал 30'dan 11 шықты. Мына жақша нешеге тең болды? 30'dan 11-ге. Енді екінші амал. Мына 4,60'dan 29'дан азайтамыз. Мына жай жақшадан шыққан 30'dan 11-ді. Істейміз. 60-ға да 30-ға да бөлген санды іздейміз. Ол бізде 60'тың өзі. 60'ты 60'ға бөлеміз 1, 60'ты 30'ға бөлеміз 2, 1'ді 29'ға өтеміз 29, 2'ні 11'ге өтеміз 22. 4 бүтіннен азайтамыз, мынады 0 бүтін, 4'ті 0 жасақ 4 тұра береді. Екеуіне ортақ 60 жазып қоямыз. Енді 29'дан 22'ні азайтамыз. Болады 7. Sonra 4 бүтін 60'дан 7 шықты. Мына тік жақшадан. Тік жақшамыз 4 бүтін 60'дан 7-ге тең екен. Енді не істейміз? Фигуралы жақшаға көшеміз. Яғни 7,12'ден 11. Содан азайтамыз 4,60'дан 7-ні. Бізге 12-ге де 60-ға да бөлетін санды іздеу керек. Ол бізде 60'тың өзі. Немесе былай істейміз. 12 мен 60'ның ең кіші орта есебін табамыз. 2-ге бөлеміз 6, 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. 2-ге бөлеміз 30, 2-ге бөлеміз 15, 3-ге бөлеміз 5, 5-ге бөлеміз 1. Екі жақта да қайтадан сан ол 3. Екі жақта да қайтадан сан ол 2. Келесі екі жақта қайтадан сан ол 2. Қалқан санымыз 5. 3-ті 2-ге өтсек 6, 2-ні 5-ге өтсек 10, 10-ға 6-ны өтсек 60. Яғни 12 мен 60-ның ең кіші орта есебі 60-ға тең екен. Мына жерге сөйтіп жазамыз. 7,60 азайту 4,60. 60'ты 12-ге бөлеміз 5 болады. 60'ты 60-ға бөлеміз 1 болады. 5'ті 11-ге өтсек 55. 1'ді 7-ге өтсек 7. Енді азайтамыз. 7,4'тен 4,4 ұрсақ 3,4 болады. 60 тұра береді. 55'тен 7-ні ұрсақ 48 болады. Бұл екі санды 12-ге бөлінеді. 48'ді 12-ге өтсек 4, 60'ты 12-ге өтсек 5. Мына жерде шығады 3,5'тен 4. Үшінші амалымызда 3,5'тен 4. Ол мына фигуралы жақшадан шыққан жауап. Енді ең соңғы 4-ші амалға ол кезде не істейміз? 5,15'тен 7-ден азайтамыз 3,5'тен 4-ті. 15-ке де 5-ке де бөлінетін сан ол 15'тің өзі. 5,15'тен азайту 3,15'тен деп жазып қоямыз. 15'ті 15-ке өтсек 1, 15'ті 5-ке өтсек 3, 1'ді 7-ге өтсек 7, 3, 4-ке өтсек 12. Бірақ қараңыздар, 7-ден 12 азайтылмайды. Сондықтан біз 5,15'тен 7-ні 4,15'тен 22 деп жазамыз. Яғни 5,1'ден 1 азайтамыз. Сол себепті 7-ге мына 15'ті қосамыз. Азайту 3,15'тен 12. 4,1'ден азайтсақ 3,1'ді болады 1,1. Екеуінде де ортақ 15 тұра береді. 22-ден 12 азайтсақ 10 болады. 10 мен 15 қысқарады 5-ке. 10-ды 5-ке өлсек 2, 15-ті 5-ке өлсек 3. Бұл жауап 1,3'тен 2 екен. Ал 1,3'тен 2 бізде Б жауабында орналасқан. 5-ші есеп. Асан мен Үсеннің бой ұзындықтары қосындысы 239,9 см. Асанның бойының ұзындығы 118,5 см. Сұрақ, Үсеннің бойы қанша тең? Мына жерде белгісіз Үсен тұра береді. Асанның орнына өзінің сандық мәнін жазамыз. 118,5 қосылған Үсен тең болады 239,9. Y деген сияқты, е? Қараңыз, 118,5 қосу Y-тен 239,9. Мына Y табу үшін істейміз. 239,9-дан азайтасыз 118,5-ті. Енді қараңызшы, былай сақтап мысалы 5 қосу 3 тең 8 деп тұрады. Сізге 3-ті табу керек. 3 жасылып тұр. Мысалы, X деген әріппен. Сіз X табу үшін сіз 8-ден 5 азайтасыз. Дұрыс па? 8-ден 5 азайтса қайтадан 3 шығады. Сол сияқты нарда сан жасылып тұр. Оны табу үшін мына қосындының мәнінен
бір қосылғышты шегере қоямыз. Енді бізге не керек? 10-ға да 5-ке де бөле сан керек. Ол 10-ның өзі. Сондықтан бұл былай шығады. 239,10-нан азайту 118,10-нан. 10-ды 10-ға бөлсек 1, 10-ды 5-ке бөлсек 2. 9-ды 1-ге өтсек 9, 2-ні 3-ке өтсек 6. 239-дан азайтамыз 118-ді. 9-дан 8 зытсақ 1, 3-тен 1 зытсақ 2, 2-ден 1 зытсақ 1. 121,10-нан 9-дан 6-ны зытсақ 3 шығады. 21,10-нан 3 сантиметр. Бұл бізде Б жауабында орналасқан. 6-шы есеп. 4-тен 1 азайту 9-дан 1 өрнегін шығару үшін қай амалды қолдану керек? Міне неше түрлі амалдар берілген. Біз бірінші істейміз. 4-ке де 9-ға да бөледі сан десеміз. Ол 36, 36 4-ке бөледі, 36 9-ға бөледі. Яғни 2 бір өрнек көбейте қойдық. Бөлшектің бөлімінде не тұр өрік бізде? 36 тұр өрік. Немесе 4 бет 9-ның көбейтіндісі. Енді ары қарай не істейміз? 36-ны 4-ке бөлеміз. 9. 36-ны 9-ға бөлеміз. 4. Енді 9-ды 1-ге көбейтсек 9 болады. 4-ті 1-ге көбейтсек 4 болады. Мына жерде азайтып алмастыру тұрғасын, мына азайтуды ойымыз. Яғни 4 көбейді 9 бөлімінде алдына 9 азайту 4 болады. Бұл бізде Д жауабында тұр екен. Қалғандар оның бәрі сізді шатастыру үшін берілген. 7-ші есеп. Мына бөлшекті қысқартыңыз. 2898-ден 2730 берілген. Ана жерде жауаптары. Біріншісін істейміз. Мына жерде 0-мен аяқталған, 8-ден аяқталған. Яғни бұл сандар жұп сандар, сол себепті бұл екеуі де 2-ке бөлінеді. 2-ке бөлейік. 2-ке бөлсек 1-ден береміз 2, 3-тен береміз 6, 1 түсет, 3 түсет, 6-дан береміз 12, 1 түсет, 0 түсет, 5-тен береміз 10. 0-ға. Мына жерде 1365 шықты. Енді 2898-ді бөлейік 2-ке. 1-ден береміз 2, 4-тен береміз 8, 4-тен береміз 8, 9-дан береміз. Мына жерде 1449 шықты. Енді қараңыз. Бұл бізде 2-ке қысқартқанымыз, иә? 1365, 1449. Енді цифрларын қосайық бұл сандардың. 1-ге 3 тосақ 4, 4-ке 6 тосақ 10, 10-ға 5 тосақ 15. 15 3-ке бөлінеді. 1-ге 4 тосақ 5, 5-ке 4 тосақ 9, 9-ға 9 тосақ 18. 18 де 3-ке бөлінеді. Яғни бұл екі сандарды да 3-ке қысқартуға болады. Мына сандарды 3-ке бөлейік. 4-тен береміз 12, 1 түсет, 6 түсет, 5-тен береміз 15, 1 түсет, 5 түсет, тағы да 5-тен береміз. Бұл. Мына жерде 455 шықты. Енді біз мынаны да 3-ке бөлейік. 4-тен береміз 12, 8-ден береміз 24, 3-тен береміз 9. 483. Енді қараңыз, ары қарай қысқарту жасайық. Мысалға, бұл сандар 2-ке қысқармайды, себебі тақ сандар. 3-ке қысқара ма? 5-ке 5 тосақ 10, 10-ға 4 тосақ 14. 14 3-ке бөлінбейді, сол себепті бұл сандар да 3-ке бөлінбейді. 4-ке қысқара ма? Соңғы 2 сандарымыз 55, 83. Екеуі де тақ сан бөлінбейді. 5-ке бөліне ме? Бірінші сан бөлінеді, себебі 5-пен аяқтаған, бірақ екінші сан бөлінбейді, 3-пен аяқтаған. 5-ке бөліну үшін 0 және 5 деген сандармен аяқтау керек. 6-ға бөліне ме? 6-ға бөліну үшін бізде жұп сан бөлінбейді. Енді 7-ге бөліне ме, бөлінбей ме, оны тексеру керекпіз. Бөліп көрейік жеке-жеке 7-ге. Бірінші сан 7-ге бөлейік. Нешеден береміз? 6-тан берейік. 42. 5-тен 2 зытса 3, 5 сүт, 35. 5-тен береміз. 35. 0-ға. Яғни мына жерде 7-ге бөлсек 65 шығады екен. Енді бұл сан да 7-ге бөлінеді екен. Соны тексерейік. 6-тан берсек 42. 8-ден 2 азайтсақ 6, 3 түсет. 9-дан берсек 63. 63 азайтсақ 0 болады. Яғни бұл сан 7-ге бөлініп тұр. Сонда бізде 69-дан 65 деген сан шықты. Бұл бізде А жауабында орналасқан. Я бұл өте ұзаққа созылған қысқарту, бірақ нишқа түсу үшін міндетті түрде қысқарту керек. 8-ші есеп бізде амалдар қатысты. Міне осындай бір әдемі амал берілген. Бірінші амал бізде бірінші жақша, екінші амал мына жақша, үшінші амал
азайтамыз. Ұзын шыққан санды өзара қосамыз. 4 амалдан құрастырылған. Бірінші амалдан басақ, 2,6-дан 5 қосылған 15-тен 11. 6-ға да 15-ке де бөлетін санды іздеу керекпіз. Ол қандай сан? Ол 30. 2,30-дан қосылған 30-дан деп қоямыз. 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. 30-ды 15-ке бөлсек 2 болады. 5-ті 5-ке бөлсек 25 болады. 2-ні 11-ге бөлсек 22 болады. Енді қосамыз. 2 бүтін тұра береді, 30 тұра береді. 25-ке 22-ні қоссақ 47 болады. Мына 47 асып кеткендіктен 47-ден 30 азайтып тастаймыз. Сонда 30-дан 17 болады. Бір 30 азайтып тастағандықтан 2-ге 1 бүтінді қосамыз, сонда 3 болады. 2 бүтін 30-дан 47 мен 3 бүтін 30-дан 17 екеуі де бір дейсен, бірақ мынау бұрыс бөлшек, мынау дұрыс бөлшек. Келесі екінші амалға көшейік. Ол бізде 7 бүтін 12-ден 5 азайту 5. 7 бүтінне азайтсақ 5 бүтінді болады 2 бүтін 12-ден 5. Келесі үшінші амал 6 бүтін 2-ден 1-ден азайтамыз бірінші амалдан шыққан 3 бүтін 30-дан 17-ні. 2-ге де 30-ға да бөлетін ол 30. 6 бүтін 30-дан азайтылған 3 бүтін 30-дан 30-ды 2-ге бөлсек 15, 30-ды 30-ға бөлсек 1. 15-ті 1-ге бөлсек 15, 1-ді 17-ге бөлсек 17. Бірақ қараңыз, 15-тен 17 азайтылмайды. Сол себепті біз 6 бүтінді 5 бүтін 30-дан 45 деп жазамыз. Мынадан 1 бүтінді азайтсаймыз, сәйкесінше 15-ке мына 30 қосамыз. Азайтылған 3 бүтін 30-дан 17 тұра береді. 5 бүтіннен азайтсақ 3 бүтіннен 2 бүтін болады. 30 екеуінде де бірдей тұра береді. 45-тен 17-ні азайтамыз. Болады 28. Бұл екі санды қысқарады 2-ге. 2-ге қысқартсақ 14, 2-ге қысқартсақ 15. Болады 2 бүтін 15-тен 14. Енді төртінші амалға оралады. Төртінші амал осы 2 бүтін 15-тен 14-ге қосамыз. Екінші амалдан шыққан 2 бүтін 12-ден 5-ті. Бізде 15-ке 12-ге бөлетін санды іздейміз. Ол үшін екеуінде ең кіші орта есебін табамыз. Көбейші жіктеу арқылы 3-ке бөлсек 5, 5-ке бөлсек 1. 2-ке бөлсек 6, 2-ке бөлсек 3, 3-ке бөлсек 1. Екеуінде қайтаратын сан ол 3. Қалыппан сандар жазаймыз. Ол 5, 2, 2. 3-ті 2-ге бөлсек 6, 5-ті 2-ге бөлсек 10, 10-ды 6-ға бөлсек 60. Және бұл екі санға да бөлетін сан 60 екен. Сонда 2 бүтін 60-тан қосылған 2 бүтін 60-тан деп жазып қоямыз. 60-ты 15-ке бөлсек 4 болады. 60-ты 12-ке бөлсек 5 болады. 4-ке 14-ті бөлсек 56, 5-5-ке бөлсек 25. Екеуін қосамыз. 2 бүтін қоссақ 4 бүтін болады. Екеуіне ортаға 60 жазып қоямыз. 56-ға 25 қосамыз. 81 болады. Енді бұл бізде 81 көп болып кеткендіктен 81-ден 60 азайтамыз. 21-ға 60 тұра береді. Мына жерден 1 бүтін азайтып тастағандықтан 4-ке 1 бүтін қосамыз. Болады 5 бүтін 60-тан 21. Бұл екеуі де 3-ке қысқарады. 3-ке бөлсек 7, 3-ке бөлсек 20. Жауап болады 5 бүтін 20-дан 7. Ал бұл жауап бізде Е-де көрсетілген. 9-шы есеп бізде осындай өрнек берген. Бұның мәнін шығару үшін қай жауап таңдау керек? Соны шығарамыз. Яғни есепті толық шығару міндетті емес. Бірінші мынаны назар аударайық. 7, 3, 6. Осының үшеуіне де бөлетін санды іздейміз. 7-ні 7-ге бөлеміз 1, 3-ті 3-ге бөлеміз 1, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 3-ті 3-ге бөлеміз 1. Үшеуінде де қайтаратын сан жоқ, бірақ екеуінде қайтаратын сан бар. Ол 3. Енді қалыппан санды жазамыз. Ол 7, ол 2. 3-ті бөлсек 21, 21-ді 2-ге бөлсек 42. 42 дегеніміз ол ненің көбейтіндісі? Ол 6 мен 7-дің көбейтіндісі. Сондықтан біз араға 6 көбейту 7 деп қойсақ болады. Жақсы ма? Бөлшектің бөлімінде 6 көбейту 7 деген вариантты қарайсыз. Бұл қай жауапта көрсетілген? Бұл бізде С мен Е-де орналасқан. Енді нақты сын аламыз да Е-ні аламыз, соны ойланып. Ол үшін бітеміз. 6-ны 7-ге бөлсек 42 ғой. 42-ні 7-ге бөлеміз. 6. 42-ні 3-ге бөлеміз. 14. 42-ні 6-ға бөлеміз. 7. 6-ны 3-ге өтеміз. 18. 14-ті 1-ге өтеміз. 14. 7-ні 1-ге өтеміз. 7.
Мына жерде араларында минус бар. Минус, минус. Енді жауаптардан қараймыз. 6 көбейту 7, 18 азайту 14, азайту 7 қай нұсқада көрсетілген? Бұл бізде Е жауабында көрсетілген екен. 10-шы есеп. Алмастың қаламының ұзындығы 9,5-4 см. Ал дастанның қаламының ұзындығы одан 2,2-1 см ұзынырақ. Бізге дастанның қаламының ұзындығын табуымыз. Ол үшін істейміз. Алмастікіне қосамыз 2,2-1-ді. Яғни 9,5-4 см-ге қосамыз 2,2-1-ді. Енді қараңыз, 5-ке 2 деп бөліп санын іздейміз. Ол 10. 9,10-нан қосылған 2,10-нан. 10-ды 5-ке бөлсек 2 болады. 10-ды 2-ке бөлсек 5 болады. 2-ні 4-ке бөлсек 8 болады. 5-ті 1-ге бөлсек 5 болады. Енді 9,2-ге 2 болса 11,2. Екеуінде де 10 бөлімдері бірдей, сондықтан 10 тұра береді. 8-ге 5 болса 13 болады. Бізде 11,10-нан 13 асқан. Енді қараңыз, мына 13 10-нан үлкен болып кеткендіктен 13-тен 10-ды азайтамыз. 3 қалады. Енді мына 11,1-ге 1-ді қосамыз. 12 болады. 12,10-нан 3 бізде Б жауабында орналасқан. 11-ші есеп. Бізде осындай бөлшек берілген. Алдымен біз жақшаны орындаймыз. Кейін бірінші саннан азайтамыз жақшаны. Бірінші амалдан бастап 4,6-тан 1 қосылған 25,11-тен 9. 6-ға да 11-ге де бөлінсем, ол 66. Қосылған 25,66. 66-ны 6-ға бөлсек 11 болады. 66-ны 11-ге бөлсек 6 болады. 11-ді 1-ге бөлсек 11 болады. 6-ны 9-ға бөлсек 54 болады. 4-ке 25 қоссақ 29. 66 тұра береді. 54-ке 11 қоссақ 65. Яғни біз біріншісін шығарып алдық. Екіншісі 50,22-ден 13 азайту 29,66-тан 65. 22-ге де 66-ға бөлінсем, ол 66. 50,66-тан азайтылған 29,66-тан. 66-ны 22-ге бөлсек 3, 66-ны 66-ға бөлсек 1. 3-ті 13-ге бөлсек 39. 1-ді 65-ге бөлсек 65. Бірақ мына жерде 39-дан 65 азайтылмайды. Сол себепті біз 39-ға 66-ны қосамыз. 105 болады. Мына 50 бүтін бізде 49 бүтін болып болады. Енді мына 29 бүтін 66-тан 65 тұра береді. 49-дан 29 азайтсақ 20 қалады. 66 екеуіне ортақ тұра береді. 105-тен 66-ны азайтсақ 40 болады. Енді 66 мен 40-та жұпсан, екеуі де 2-ге бөлінеді. 40-ты 2-ге бөлсек 20, 66-ны 2-ге бөлсек 33. Сонда жауабы болады 20 бүтін 33-тен 20. Бұл бізде А жауабында орналасқан. 12-ші есеп. Бізде осындай есептер берген. Бірінші жақшадан бастаймыз. Бұл бірінші амал. Екінші амал бірінші саннан жақшаны азайтамыз. Үшінші амал оларды бір-біріне азайтамыз. Бірінші амалдан бастайық. 4,18-ден 5 қосылған 1,48-ден 31. 18, 48. 18-ді 2-ге бөлсек 9, 9-ді 3-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 1. 48-ді 2-ге бөлсек 24, 24-ді 2-ге бөлсек 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 1. Екеуінде қайтадан сан ол бізде 2. Екеуінде қайтадан сан ол 3. Енді қайтадан сан жоқ, сол себепті қапқан сан жазамыз. Ол 3, 2, 2, 2. Енді көбейтек өзара. 2-ші көбейтек 6, 3-ші көбейтек 6, 6-ны 6-ға көбейтек 6-ны 6-ға көбейтек 36, 36-ны 2-ге көбейтек 72, 72-ні 2-ге көбейтек 144. 144 деген сан, бұл екеуіне де бөлінетін ең кіші сан екен. 144-ті 18-ге бөлеміз. 8-ден бейік, 8 өтек 64, 4-ін жазам 6 ойда, 8 бір өтек 8, ойдағы 6 мен 14. Азайтсақ 0 болады. 8, 148 өтек 3 болады. Енді 8-ді 5-ге өтек 40, 3-ті 31 өтек 93,
4'ке 1'de olsak 5 бүтін. 134 тұра береді. 93'ke 40'da olsak болады 133. 37 бүтін. 36'dan 29'dan azaytamız 5 бүтін. 134'ten 133'te. İki yönde bölünsen o 144. 134 36 bölsek 4 болады. 134 bölsek 1 болады. 4'te 29'a ötecek 116. 1'de 133 ötecek 133. 116'dan 133 azaytılmaydı. Сол себепті biz 36 бүтін 144 тең деймізде 144'te 116 olsamız. 6'a 4 olsan 10, 4 yazan 1 oyda, 1'ge 4 olsak 5, oyda var men 6, 1'ge 1 olsak 260. Azaytılan 5 бүтін 144'te 133. 36 бүтіннен 5 бүтін azaytsak 31 бүтін. 134 тұра береді. 260'dan енді 133 azaytamız. Болады 127. Енді соңғы амал үшінші. 31 бүтін 144'ten 127'den azaytamız 5 бүтін 4'ten 3'te. İki yönde bölетін сан 144. 31 бүтін 144'ten 127 тұра береді. Азайту. Қараңыз. Мынада да 144 бар. 5 бүтін. 144 бөлсек 1, 144 4'ке бөлсек 36. 1'de 127 өтсек 27, 36'ны 3'ке өтсек 108. 31 бүтіннен 5 бүтінді азайтамыз болады 26 бүтін. 144 тұра береді. 27'den 108 azaytamız. Болады 19. Сонда жауабы 26 бүтін 144'ten 19. Бұл бізде D жауабында орналасқан. 13-ші сеп. Қоспадағы алтын 3 бүтін 5 кг. Ондағы күміс алтыннан 2 бүтін 4 кг аз. Бұл қоспаның салмағын тауып. Қоспа деген ол? Бұл алтын мен күмістің қосындысы. Значит, алтын бар және күміс бар. Бізге алтын белгілі 3,5-2. Енді күмісті тауып. Күміс не дейді? Алтыннан аз дейді 2,4 темірге. Сол себепті 2,4 темірді азайтамыз. 5-ке 4-ке де бөлінсем ол 20. 20-ны 5-ке бөлсек 4. 20-ны 4-ке бөлсек 5. 4-ті 2-ке өтсек 8. 5-ті 1-ге өтсек 5. Енді азайтамыз. 3-тен 2-ні азайтсақ 1 бүтін. 20 тұра береді. 8-ден 5 азайтсақ 3 болады. Сонда 1 бүтін 20-дан 3 кг. Бұл не ол? Бұл күмістің салмағы. Бізге жалпы қоспаның салмағын сұрап тұрғандықтан біз алтынға күмісті қосамыз. Алтын бізде 3,5-2. Күміс бізде 1 бүтін 20-дан 3. 5-ке де 20-да бөлінсем ол 20. 3 бүтін 20-дан қосылған 1 бүтін 20-дан. 20-ны 5-ке бөлсек 4. 20-ны 20-ға бөлсек 1. 4-ті 2-ке өтсек 8. 1-ді 3-ке өтсек 3. 3-ке 1-де қоссақ 4. 20 екеуіне ортақ тұра береді. 8 3 қоссақ 11. 4 бүтін 20-дан 11 кг. Бұл жалпы қоспаның салмағы. Ал бұл бізде А жауабында орналасқан. 14-ші сеп. Бізде екі жақша берілген. Екі жақшаны бөлек-бөлек шығар. Сосын бір-біріне азайтамыз. Бірінші 5 бүтін 30-дан 1-ден азайтамыз 2 бүтін 5-тен 3-ті. Екеуіне де бөлетін сан 30. 5 бүтін 30-дан азайтылған 2 бүтін 30-дан. 30-ды 30-ға бөлсек 1, 30-ды 5-ке бөлсек 6. 1-ді 1-ге өтсек 1, 63-ке өтсек 18. Енді қараңыз, 1-ден 18 азайтылмайды. Сондықтан біз бұны 4 бүтін 30-дан 31 деп жазамыз. Яғни мынадан 1 бүтінді азайттық та, 1-ге мына бөліміндегі 30-ды қостық. 4-тен 2 азайтсақ 2, 30 тұра береді. 31-ден 18 азайтсақ 13. Келесі, екінші амал. Осы 2 бүтін 30-дан 13-тен азайтамыз 15-тен 2-ні. 30-ға да 15-ке де бөлінсен ол 30. 2 бүтін 30-дан 13 азайтылған 30-дан. 30-ды 30-ға бөлсек 1, 30-ды 15-ке бөлсек 2. 1-ді 13-ке бөлсек 13, 2-ні 2-ке бөлсек 4. 2 бүтін 30-дан 13-тен 4 азайтсақ 9. Бұл екеуді 3-ке қысқарады. 9 бөлсек 3, 33 бөлсек 10. Болады 2 бүтін 10-дан 3. Енді ең соңғы үшінші амал осы жақшаның ішінде екен. 2 бүтін 10-дан 3-ке қосамыз 6 бүтінді. Болады 8 бүтін 10-дан 3. Енді келесі жақшамен жұмыс істейміз.
төртінші амал. 7 бүтіннен азайтамыз 6,12-ден 11-ді. 7 бүтін дегеніміз ол 6,12-ден 12. Мына 12 деген келесі санға қатысты. Егер мына жерде 18 болса, біз 18-ден 18 деп алатын едік. 6,6 сақ 0 бүтін ештеңе жазбаймыз. Екеуінде де 12 тұра береді. 12-ден 11 сақ 1 болады. Сонда 12-ден 1 шықты. Келесі 5-ші амал. Осы 12-ден 1-ге қосамыз 4-тен 1-ді. 12-ге де 4-ке бөлінетін сан ол 12. 12-ні 12-ге бөлсек 1, 12-ні 4-ке бөлсек 3. 1-ді 1-ге бөлсек 1, 3-ті 1-ге бөлсек 3. 12-ден 1, қосам 12-ден 3. Екеуіне де бөлімінде 12, 12 тұра береді. 1-ге 3 қоссақ 4. Екеуіне 4-ке қысқартамыз. 4 бөлсек 1, 12-ні 4-ке бөлсек 3. Болады 3-тен 1. Яғни бізде бірінші шақшадан 8,10-дан 3 шықты, екінші шақшадан 3-тен 1 шықты. Енді бір-бірінен азайтамыз. Ол бізде 6-шы амал. 8,10-дан 3 азайтылған 3-тен 1. 10-ға да 3-ке де бөлінген сан ол 30. 30-ды 10-ға бөлсек 3, 30-ды 3-ке бөлсек 10. 3-ке бөлсек 9, 10-ды 1-ге бөлсек 10. Бірақ 9-дан 10 азайтылмайды. Сондықтан біз мына 8 бүтінді 7 бүтін 30-дан 39 деп аламыз. Яғни мына бөлімінде 30-ды алдындағы 9-ға қосамыз. 7 бүтіннен азайтамыз. Мына жақта ештеңе жоқ, 0 бүтін болады 7. Екеуіне де бөлімінде 30 тұра береді. 39-дан 10 азайтсақ 29. 7 бүтін 30-дан 29 бұл бізде Е жауабы. 15-ші сеп, бізде осындай жақшалардан құралған амалдар. Бұл жерде бізде бір амал бар, екі амал бар, екі жақшаны бір-біріне азайтамыз, 3 амал бар. Осы үлкен жақшадан шыққан санды бірінші саннан азайтамыз 4 амал, осылардан шыққан санды соңғы саннан азайтамыз 5 амал. Бұл 5 амалдан құралған. Бірінші амалдан бастайық. Ол бізде 14,24-тен 7, азайтылған 10,48-ден 31. Бізде 24-ке де 48-ге бөлінетін сан ол 48. Сол себепті 14,48 азайтылған 10,48 деп жазып қоямыз. 48-ді 24-ге бөлсек 2, 48-ді бөлсек 1. 2-ні 7-ге бөлсек 14, 1-ді 31-ге бөлсек 31. Енді 14-тен 31 азайтылмайды. Сол себепті біз 14 бүтінді 13 бүтін деп жазамыз. 48-ден немізді 48-ге 14-ті қосамыз. Болады 62. Мына жерде азайту 10 бүтін 48-ден 31. 13 бүтіннен 10 бүтін жазсақ 3 бүтін болады. 48 тұра береді. 62-ден 31 жазсақ 31 болады. Яғни бізде 3 бүтін 48-ден 31 шықты бірінші шақшадан. Енді екінші шақшаны шығарамыз. 2,4-тен 3 азайтылған 1,12-ден 7. 4-ке де 12-ге де бөлінген сан ол 12. 12-ні 4-ке бөлсек 3, 12-ні 12-ге бөлсек 1, 3-ке бөлсек 9, 1-ді 7-ге бөлсек 7. 2-ден 1-ді жазсақ 1, екеуінде ортақ бөлім 12 тұра береді. 9-дан 7-ні азайтсақ 2. Бірақ мынарда 12 мен 2 де қысқарады. 2-ні 2 бөлсек 1, 12-ні 2 бөлсек 6. 1,6-дан 1 шықты. Енді біз үшінші амалға барайық. Бұл кезде бірінші шақшадан азайтамыз екінші шақшаны. Яғни 3,48-ден 31-ден азайтамыз 1,6-дан 1-ді. 48-ді 6-ға да бөлсек ол 48. 3,48-ден азайтылған 1,48-ден. 48-48 бөлсек 1, 48-ді 6-ға бөлсек 8. 1-ді 31 бөлсек 31, 8-ді 1-ге бөлсек 8. 3-тен 1-ді азайтамыз 2 болады. 48 тұра береді. 31-ден 8 азайтсақ 23 болады. 2,48-ден 23. Енді біз 4-ші амалға оралайық. Бұл кезде 6,24-тен 13-тен азайтамыз 2,48-ден 23-тен. 48-ге де 24-ке де бөлінген сан ол 48. 6,48 азайтылған 2,48. 48 24-ке бөлсек 2, 48 бөлсек 1. 2-ні 13-ке бөлсек 26, 1-ді 23-ке бөлсек 23. 6-тан 2 азайтсақ 4 бүтін. 2-ні 48 ортақ тұра береді. 26-тан 23 азайтсақ 3 болады. Енді 48 бен 3-те 3-ке қысқарады. 3-ке бөлсек 1, 48 3-ке бөлсек 16. Болады 4 бүтін 16-дан 1. Енді бізде соңғы 5-ші амалға 4 бүтін 16-дан 1-ден азайтамыз
1,16'dan 1'de. 4 bütüne 1 bütünde zıtsak 3 bütün. Екеуіне ортақ бөлім 16 тұрайды. Бірден бір зытсақ 0. 0 да 16 бөлсек 0. Ешіне алмай. Сондықтан бұл жерде жай ғана 3 бүтін бар. Ал бұл бізде Б жауабында орналасқан.